Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай керемет жұмсақ, өте дәмді болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Ең алдымен жұмыртқамызға қымызымызды салып, аппақ болып көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай шамамен 3 минуттай араластырып алдық. Енді осының үстінен ерітілген сары майымыз бен сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Бұны да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстінен 1 чай қасық ас содасын саламыз. Және де електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осыны формочкаларға құятын боламыз. Міне менде осындай формалар. Бұны майлап қажет емес. Осылай видеода көрсетілгендей 2 ас қасықтан толтырмай барлық формаларымызға салып шығамыз. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің кекстарымыз пісті. Формадан өте оңай алынады. Сіздер де видеоны толық көріп, жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.